Әлемде ешкім кіре алмайтын көптеген жерлер бар. Ол жерлерге кіруге белгілі адамдарға рұқсат етілген. Біз бүгін осындай мықты қорғалған жерлермен таныстырамыз. Ватиканның орталық кітапханасында 12 ғасырға жататын құнды құжаттарға ие құпия мұрағат деп аталатын сектор бар. Мұрағат 31 000 текше метрден астам болатын жер асты бункерінде орналасқан. Бұл жер климаттық бақылау жүйесімен және құжаттар көптеген ғасырлар бойы сақталу үшін заманауи қауіпсіздік жүйесімен қорғалған. Кітапханаға тек теологтар мен ғалымдарға ғана рұқсат етіледі. Ол жерге кіргенде қалам мен қағазды алуға рұқсат етіледі, ал мұрағатқа келушінің қасына бірден 3 адам еріп жүреді: 2 әскери қызметкер мен діни қызметкер. Бұл құпия мұрағатта көптеген генеалогиялық және тарихи құжаттар бар. Олар гранит тауында орналасқан. Қоймада 3 миллиардтан астам сурет, иммиграциялық құжаттар және тағы басқалар бар дейді. Сақтау орны климаттық бақылау жүйесімен, қазіргі заманауи жылу, қозғалыс датчиктерімен, сондай-ақ ядролық жарылысқа қарсы тұруға тиіс 14 тонналық есіктермен жабдықталған. Алтын қорларын сақтау қоймалары әлемдегі ең қорғалатын жерлердің бірі. Мұнда Америка құрама штаттарының алтын қорының шамамен 5000-ға жуығы сақталған. Ғимарат 4 дуалмен қоршалған. Олардың 2-і жоғары вольтты электрге қосылған. Қоршаудың ішінде бірнеше қарулы күзетшілер бар. Барлық жерінде видеокамералар орнатылған. Қабырғалары граниттен жасалған және қалыңдығы 4 фут. Ғимараттың төбесі жарылысқа төзімді. Кіре берісі 20 тонналық есікпен қорғалған. Оны ашу үшін сіз бірнеше адам арасында бөліктерге бөлінген құпия санды білуіңіз керек. Шабуылға ұшыраған жағдайда азық-түлік және су қорын қоса автономды өмірді қолдау жүйесі қамтамасыз етілген. Шпицбергендегі жаһандық ұрық қоймасы табиғи немесе техногендік апат болған жағдайда ауыл шаруашылығының био әртүрлігін қорғауға негізделген. Шпицберген аралы жердегі ең шалғай жерлердің бірі. Солтүстік полюстің оңтүстігінен шамамен 620 миль оңтүстікке қарай 120 метр тереңдікте орналасқан. Ол жарылысқа төзімді есіктермен жабдықталған. Материалдардың қауіпсіздігі жергілікті көмірде жұмыс істеуге қабілетті тоңазытқыш қондырғыларымен, сондай-ақ ұзақ мерзімді салқын ауа райы тұқымдарды сақтауға көмектеседі. Бұл шаралар жаһандық жылынудың салдарынан ядролық жарылыс, жер сілкінісі, тіпті теңіздің деңгейінде теңдесі жоқ апаттық оқиғалардан қорғану үшін қабылданды. Бірі қарағанда Теміртау компаниясы ақпаратты сақтайтын компаниядан басқа ештеңе емес. Дегенмен, олардың жинағында бір ерекше жер бар. Ол Питтсбургтен бірнеше шақырым қашықтықта орналасқан қойма. Бұл үлкен жер асты қоймасы Тастанды Әктас кенішінде орналасқан. Мұнда көптеген ықпалды адамдар, компаниялар және институттар жеке және көптеген құпия құжаттарын сақтайды. Бұл жерге Ақ үйге кіруге қарағанда қиын. Мұнда 2700 адам қызмет істейді. Өздерінің өрт сөндіру қызметі бар. Сондай-ақ жер асты суынан салқындатылған 125 қоймаға бөлінген.